Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Жансая. Бүгін біз осындай өте жұмсақ, бір жасағаннан керемет болып шығатын сосиска в тесте жасайтын боламыз. Өте керемет болып шығады, міндетті түрде жасап көріңіздер. Ең алдымен біз қамырын дайындаймыз. Ол үшін жылы сүтімізге қантымызды, ашытқымызды қосып жақсылап араластырасыздар. Кейін бір жұмыртқамызды қосып, оны да әбден бір келкі масса пайда болғанша араластырасыздар. Кейін осы массамызға шымшым тұзымызды және де ұнымызды қосып, жақсылап тағы да бір келкі қамыр пайда болғанша илеп аласыздар. Илеп алған қамырымыздың бетін жауып, жылы жерге 1 сағатқа көтерілуге қойып қоясыздар. Кейін көтерілген қамырымызды осылай 4 бұрышты етіп видеодағыдай жайып аласыздар. 1 сантиметр қалыңдықта, яғни тым қатты қалың емес, тым қатты жұқа қылып емес, орташа қалыңдықта жайып аласыздар. Жайып алған қамырыңызды видеодағыдай жолақшыларға кесесіздер. Кескеннен кейін сосискамызды алып, осылай жолақшаны видеодағыдай етіп сосисканы орап шығасыздар. Барлық сосискаларыңызды орап алғаннан кейін бетін жауып, тағы да бір 15-20 минутқа көтерілуге қойып қоясыздар. Көтерілген қамырдың бетіне жұмыртқаның сарысын жағып, духовкада 180 градуста 30-40 минуттай пісіріп аласыздар. Өте дәмді болып шығады, міндетті түрде жасап көріңіздер. Ас болсын.